Так. Тексерейік. Сағат 9 болды ма? Әлі болмады. Так, кішкене. Ну, вроде... О, все. Походу, 1, 2, давай. И 3, все. Сағат 9 болды. Енді жетелге барамыз. Так, жетелдің жаңа қонысына неше изумруд алайық? Так, 7 емес. 4, ну, по идее 4 жетеді. Или вообще алмаз алайын ба? Жарайды, жетелдер изумруд жақсы көреді. Так, видео қосылма? Так, видео қосылы. Хей, бәріне сәлем достар, сіздермен бүгін мен әдеттегідей Батыржан, және де достар, бүгін мені жетел жаңа қонысына шақырған болатын. Енді соның жаңа қонысына кішкене енді изумруд алдым, 4 изумруд жетеді деп ойлаймын. Соның енді жаңа қонысына 9-да шақырған, қазір баратын боламыз. Оның жаңадан салған үйін дәл қазір көретін боламыз. Маған өзіме де қызықты болып тұр. Ал ендеше достар, кеттік. Так, шығамыз. Так, все. Енді так, огородтарын не деген әдемі? Анша мұнда не тұр? Так, мұнда біреу қайтадан рычаг салып кетті. Ой, неге рычаг сала бересіңдер? Так, жарайды, бұларды сосын апарамыз. Так, лучше жетелдің үйіне барайық. Так, ол мұнда тұрмайды жар, Так, все, ол мұнда көшіп келмепті. Жарайды, өзінен барысы. Жетелдің үйі қайда? Ол осында тұрған жоқ па? Так, достар, почему-то жетелдің үйі жоқ. Бағана ғана, точнее, кеше осында үйі болған, ал қазір үйі жоқ. Ол случайно біздің ауылдан басқа ауылға көшкеген жоқ па? Егер де солай болса, онда лучше өз үйіме қайта берген дұрыс. Себебі оның үйі жоқ почему-то. Жарайды, онда барып үйіме демалып. Мұнда неге мұна үй менің үйдің үстінде тұр? Так, достар, бұны срочно шешу керек. Так, екі кетейік. Неге бұл менің үйімде тұр, соны түсінбей тұрғаным? Еще лестница жасап қойыпты. Қазір мұна заттарды үйге апарып тастап, мұнаны срочно шешу керек, бұны істі. Так, рычаг пен картошканы сала салайық, изумруд на всякий случай тұра берсін. Так, бұны кім істеді екен? Так, үйге шығайық. Мынау сол жетелдің үйі емес пе? Мынау сол жетелдің үйі ғой. Так, картинасы да дәл сол. Сундугы да, мебелі да. Так, жан-жағында. Так, прям мен крышамда орналасқан ғой. Ай, құлап кеттім мұнаның кесірінен. Так, бұны срочно шешу керек. Кім істеді екен? Кім істеді екен дегенде, мұнау дәл сол жетелдің үйі ғой. Так, явно сол жетелдің үйі. Прям үйі да алмайды, мебелі да. Жоқ, сонда ол менің үйімнің крышасына жаңа қоныс аударған ба? Ол болмайды ғой. Так, үйде пока что. Ай, құлай бердім ғана лестницадан. Так, үйде ешкім жоқ әзірше. Бақта, достар, маған мұна несі ұнапты, қатығылайды. Картинасы. Үйі дәл сол, мына картина. Ой. Так, орнына қойдым. Батыржан, келдің бе? Жетел, сен неге менің үйімнің сыртында? Ей! Жетел, мен саған айтып жатырмын. Неткен керемет балкон. Иә, Батыржан, не дедің? Сен неге менің крышамның үстіне мұна үйінді қойдың, Нешо, сен дауыстарым білесің ме, маған естілетін түнде ұйықтағанда? Кешір, Батыржан, бірақ та маған осылай ұнайды. Маған бәрі саған ұнайды ма, ұнамайдың ба? Сен мұна үйінді тезірек алып тастайсың, түсіндің ба? Алып тастаймын, егер де бір заданияны орындасам. Қандай задания, айта бер. Только мұна үйінді алып тастайсың. Задания былай, Батыржан. Егер де сен ана тұрған үйді көріп тұрсың ғой. Менікінде үйді. Иә, көріп тұрмын. Вот, сол үйден 2 стак изумруд ұрлайсың. Істесен үйінді алып тастаймын. Не? Жарайды. Жетел, условиянды орындаймын, только үйінді точно алып тастайсың. Давай онда мен условиянды орындаймын, заданянды. Жақсы онда. Жақсы. Так, достар, өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай, мына үйді алып тастау үшін мен ана үйден 2 стак изумруд ұрлауым керек.
Бірақ та бұл ұрлыққа жатқандықтан қазір мен алдын ала полицияға звондап қоятын боламын. Немесе әкімге бұл іс туралы айтатын боламын. Так, енді достар, жаңағы заданияға кірісейік. Стоп, айтпақшы, әкімге бұл туралы айтып кету керек. Ачай, әкімнің есігі ашық. Стоп, айтпақшы, біздің ауылдың жетелері қайда кеткен? Еще әкімнің есігі ашық. Бүкіл ауылдың жетелері не? Бұл жаққа кетіп қалған ба не? Так, жетелден сұрамасам бұны. Достар, мұнда явно бір нәрсе дұрыс емес. Так, достар, мен уже лестницадан мініп жатырмын. Так, жетелден барып сұрайық. Ей, жетел! Неге ауылдың жетелдері жоқ? Олар жетелерге арналған конкурсқа кеткен болатын. Түсінікті, жетел, рахмет. Так, онда тез заданияны орындайық. Так, достар, мен уже баратырмын. Так, әкімнің үйінің есігін жауып қоймасам. Так, все. Ұрлыққа бара жатқаным ай. Так, анау немене бәле? Анау ағаштан ба? Жарайды, оған мән бермей қояйық. Лучше өз ісімізді тындырайық. Все-таки ананы тексере салайықшы. Анау бір түрлі болып тұр. Так, жетел жоқ па мұнда? Сол жоқ екен. Ана көрейікші, достар. Немене бәле тағы? Так, жабам. Ойбай! Так, жетелдер, бұлар сендер ма? Иә, Батыржан, бізді құтқаршы. Бізді ана бір маньяк жетел қамап қойды. Рычаг сундуктың ішінде. Не? Так, рычаг бар екен. Так, сендер шығындар, онда сендер осында бола тұрыңдар. Мен анаменка өз қылышымды алып не істеймін? Оны қорқыта тұрамын. Сендер осында бола тұрыңдар. Жақсы, Батыржан. Так, жетелдер, сендер менған жол бересіңдер, менка өтке тейін. Так, достар, походу ана жетел, мына жетелдердің бәрін қамап қойған. О, маньяк па, немене бәле өзі? Так, ода әзірше қару жоқ. Сондықтан қазір мен полиция шақырып қылышымды алайын. Так, мұнда ол бар, тез өтіп кетейік. Вроде байқамады. Байқамады, тез өтіп кетейік. Так, достар, мен қазір қылышыммен қорқыта тұратын боламын. Қылышымды алайын. Так, все. И полицияға звондайық. Так, нөмірін алдық. Алло? Бұл полиция, сізді не сұрақпен мазалап тұр? Біздің ауылда бір маньяк жетел пайда болды. Тез келсеңіздер, өтініш. Жақсы, келеміз. Так, достар, мен полиция шақырды. Менді ана жетелді қорқыта тұру керек. Ей, жетел! Мен сенің кім екеніңді бәрінді білемін. Және де сен маған бір нәрсе жасайтын болсаң, мен сені өлтіре аламын. Және де полиция шақырып қойдым. Осы ауылдан шығатын болсаң, айтпады деме. Мен сені бақылап жүретін боламын. Не, қайдан білесің? Сенің қолында қару жоқ, ал менде бар. Сондықтан тыныш жүр. Жақсы, Батыржан. Сіңді бақылап жүремін. Осы ауылдан шығатын болсаң, полициялар бәрібір сені тауып алады. Түсіндің ба? Ауылдан шығушы болма. Мен білемін сен қайда екенін. Және де мен сені тез қуып жете аламын. Аз уақытта полиция да келеді. Ауылда бол. Болды. Енді оны полиция точно ұстай алады. Ал достар, сіздермен бүгін болған мен Батыржан. Сәлем, сау болыңыздар. Айтпақшы достар, арнама тіркеліп, лайк басып, колокольчикті басуды ұмытпаңыздар. Сәлем, сау болыңыздар. Ал мен полиция келгенше ана жетелді бар бақылай тұрайын. Тағы да сау болыңыздар.